Сәлем достар, баршаларыңызға. Егер тұмау өршіп, жөтеліңіз қинап, қақырық түспей жатса, осы әдісті сіздерге пайдаланып көруді ұсынамын. Бізге қажетті заттар 10 тісше немесе 1 бас деп айтамыз. Сарымсақ керек болады және 2 бас пияз керек болады. Осылай майдалап күштен өткізіп аламыз. Сонда оның сөлі өте әдемі жақсы шығатын болады. Сарымсағымызды өткізіп алдық. Енді дәл осылай пиязымызды да майдалап күштен өткізіп аламыз. Байқаған болсаңыздар, менің тамағым аздап ауырып тұр. Осы кезінде мен үнемі осы рецептпен балаларымды және өзімді емдеп аламын. Сіздерге де пайдалы болсын деген мақсатпен ешқандай антибиотиксіз ақ қақырықтарыңызды түсіріп, тез еңселеріңізді тұмаудан көтеріп алуға көмектеседі. Келесі біз сарымсақ пен пияздың араласпасына 1 ас қасықты толтырып қант саламыз. Қант оның аш шыдамын кетіреді және сөлді тез шығарады. Және 1 ас қасықты толтырып бал саламыз. Балдың таза, әдемі түрін, жақсы түрін, натуральный түрін алғандарыңызды ұсынамын. Бұл қоспаны жақсылап сөлі шыққанша араластырамыз. Бұл қоспаның пайдасы өте зор. Сарымсақ пен пияз іштегі паразиттерді, вирустарды, микробтарды өлтіреді. Ал бал сол жиналған қақырықтарды түсіруге көмектеседі, қыздырады. Тез еңселеріңізді көтереді. Біз осындай ситоға немесе кез келген марлыға сөліміз өтсек болды, осылай қоймалжыңнан сөлін ажыратып аламыз. Бұл бір жасаған масса бізде 8 сағатқа дейін ғана жарамды болады. Сосын қайтадан басқасын жасайсыздар. 2 жастан асқан балаларға 1 шай қасықпен күніне 3 рет, ал үлкендерге 1 ас қасықпен күніне 3 рет беру ұсынылады. 3-4 күнге дейін. Видеода көрсетілгендей сөлін жақсылап сығып алыңыздар. Қоймалжың массаны тастамаймыз. 250 немесе 300 мл сүт аламыз да қоймалжың массамызды саламыз. Сосын оны әселмен араластырсаңыздар, яғни балмен дәмдірек болады. Сонда балалар тез тұтынады, соны ішіп қояды. Сосын орташа отқа сүтімізді бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз. Неке сместеріміз дайын. Осы сместі ауырып тұрған адамға жатарда берсеңіздер, түнімен ағзадағы улы заттарды шығарып, терлетіп, азанда сергек оянуға көмектеседі. Дендеріңіз сау болсын. Рецепт кәделеріңізге жараса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.